Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансұлу. Бүгін творожный чизкейк жасайтын боламыз. Дәмі мен ойлағаннан да керемет шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Рецепт ұнаса, видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен тестаны жасап аламыз. Ол үшін жұмыртқа, тұз, қант, разрыхлительді қосып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Сосын үстіне ерітілген сары майды қосып араластырып, оның үстінен ұн саламыз. Ұнды араластыра отырып, қолымызға жабыспайтындай етіп қамыр илейміз. Дайын болған тестамызды пергамент қағазда төселген формамызға салып, видеода көрсетілгендей етіп жайып шығамыз. Келесі біз начинкасын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға ванильный сахар, қант қосып миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Үстіне қаймақ қосып араластырамыз. Кейіннен сүзбемізді салып, миксердің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз, немесе блендердің көмегімен езіп алсаңыздар да болады. Дайын болған начинкамызды тестамыздың үстіне құйып, алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 40-45 минуттай ұстап пісіреміз. Осымен біздің творожный чизкейгіміз дайын. Бір жасағаннан дәмі керемет шығады. Әрі жасалу жолы да оңай. Әсемдік үшін бетіне қант ұнтағын, түрлі жемістерді қойып берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Жансұлу. Келесі кездескенше.